Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын хит салаттың рецептісін жазып көрсетемін. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біздің салатымызға керекті ингредиенттердің тізімін астыңғы описаниеге қалдырдым. Ең алдымен жуылған қиярымызды ортасынан бөліп, оны тілім етіп турап аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей тілім етіп турап, кейін оны ұзынша соломка, яғни тілімше етіп турайсыздар. Тым ұсақ немесе тым қалың етіп тураудың қажеті жоқ. Араластыратын бөлек ыдысымызға қиярымызды салып, келесі кезекте қызанағымызды тураймыз. Қызанақты да дәл қияр секілді тілім етіп турайсыздар. Одан кейін жұмыртқамызды алып тураймыз. Кейін краб таяқшаларын да осылай видеодағыдай турап, ортасынан 3 бөлікке бөлесіздер. Одан кейін үстіне кукурузымызды саламыз. Және де осы массамыздың үстіне майонезімізді, дәміне қарай тұздарыңызды саласыздар. Міне біздің салатымыз дайын, өте дәмді әрі өте өтімді салат. Қалауларыңыз бойынша бетін ақ желкенмен немесе тағы да басқа түрлі шөптермен сәндесеңіздер болады. Ас болсын!